Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге сенжегі олжа арнасы. Адольф Гитлер. Ол кісіні білмейтін адам жоқ шығар сірә. Гитлер десе фашистік Германия мен 1941-45 жылдар аралығындағы қанды қолды аяусыз қырылған халық пен екінші ұлы отан соғысы есімізге түсе ақ кетеді. Бүгінгі көрсетілімде сол қанды қол қолбасшы рейх канцлер Гитлердің сізге мәлім де беймәлім тұстарын айтатын боламыз. Адольф Гитлер 1889 жылдың 20 сәуір күні қазіргі Аустрия елінің Браунанин жерінде дүниеге келеді. Әкесі Алойс Гитлер қарапайым кеден қызметкері, анасы Клара Паульцер Гитлерді дүниеге алып келеді. Болашақ тұлға жастайынан сергек болып өседі. 1903 жылы әкесі Алойстен, 1907 жылы анасы Кларадан айырылады. Ата-анасынан айырылған Гитлер 1905 жылы мектепті аяқтамай ерте тастап кетеді. Кейіннен Гитлер Австрияның астанасы болған Вена қаласына қоныс аударып көшеді. Венада бейнелеу өнер академиясын жас Гитлердің талантын мойындайды. Академияға түсуден 2 рет бас тартты. Жас Гитлер бұрын Шернердің либералға, социалистерге, католиктерге және яһудилерге қарсы австриялық саясаткерлердің ықпалына түскен еді. Елінің басында еврейлердің жүруі неміс халқының олардан бір тап төмен етіп халқының рухын сындыруы Гитлердің ызасын тудырып, өз ұлтына деген ұлтшылдық нацизмнің ошағын жағуына себеп бола бастаған еді. Гитлер 1913 жылы Германияның Мюнхен қаласынан көшеді. Сол жылдары күллі Европада шиеленістер болып жатқан тұс болатын. Жас Гитлердің ойлаған мақсатының орындалуы жолында біраз қиындықтар болатын дейді. Гитлер әдейі 1914 жылдың басында австриялық әскери қызметінен қашады. Алайда 1914 жылы Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанда ол 16-шы бавариялық атқыштар полкіне соғыста әскери қызмет атқарады. Болашақ канцлер Темір Крест орденінен 2 рет бірінші және де екінші класты дәрежелі жеңіп алады. Диспетчер ретінде қабілеті және де батыл жауынгер ретінде танылады. Бірінші дүниежүзілік соғыста Германияның жеңілісін Гитлер өте ауыр қабылдады және саясаткерлерді қатаң айыптады. Сондай-ақ Гитлер соғыста 2 рет жараланып, соғыстың аяқталуына 4 апта қалғанда газ шабуылына ұшырап уақытша көз соқырлыққа ауруханаға жатқызылады. Ауруханада жатқан сәтінде Гитлер Германияның сатқыны туралы білді. Ол оны сатқындық ретінде қабылдап, соғыс аяқталу сәтінде жасалған Версаль келісімін жек көрді. Соғыстан кейін Германияға қайту кезеңінде осымен соғыс аяқталмауына іштей мақсат тұтып сенді. Осыған байланысты ол кең ауқымды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Бұл оған фашистерге шебер айналдырылған халықтық жұмысшы партиясының саяси қозғалысына кіруге мүмкіндік берді. Болашақ фюрердің жарқын сәттері әлі алда еді. Билікке қарсы әрекеттері 1922 жылдан басталды. Бастапқыда NSDAP партиясының өкілі болып қызмет атқарып, өзінің сауатты ораторлығы арқасында маңындағы неміс нацистердің өзін сендіру арқылы партия басшылығына дейін көтерілді. NSDAP партиясының басшысы бола отырып, Адольф Гитлер біртіндеп саяси шыңдарға тереңірек ене бастаған еді. 1923 жылы сыра төңкерісін ұйымдастырды. 5000 астам шабуылдаушының қолдауына ие болған бас штаб басшыларының митингінен өткен сыра барына барып кіріп, Берлин үкіметіне сатқындардың құлатылғанын мәлімдеді. 1923 жылы 9 қарашада нацистік күш билікті басып алу үшін министрлікке қарай бет алды. Бірақ оны нацистерді тарату үшін атыс қаруын қолданған полициялар бөлімшелері ұстап алып түрмеге қамады. 1924 жылы наурызда Адольф Гитлер путч ұйымдастырушысы ретінде опасыздық жасағаны үшін сотталып 5 жылға бас бостандығынан айырылады. Бірақ түрмеде нацист диктаторы 9 ғана ай болады. 1924 жылы желтоқсанда белгісіз себептермен ол босатылады. Босатылғаннан кейін бірден Гитлер нацистік NSDAP партиясын қайта жандандырып, оны Грегор Штрейссердің көмегімен ұлттық саяси күшке айналдырады. Ол кезде ол Германияның генералиттерімен тығыз байланыс орнатып, ірі өнеркәсіп магнаттарын байланыс жасап отырған еді. Содан кейін Адольф Гитлер өзінің өмірбаянын және ұлттық социализм идеясын баяндайтын «Менің күресім» Mein Kampf атты еңбегін жазды. 1930 жылы нацистердің саяси жетекшісі шабуылшы күштерінің негізі Сейдің жоғары қолбасшысы болады. Ал 1932 жылы рейх канцлер лауазымын алуға тырысты. Ол үшін Австрия азаматтығынан бас тартып Германия азаматтығын алуға керек болды. Одақтастардың қолдауына жүгінуге тура келді. Гитлер бірінші рет сайлауда жеңіске жете алмады. Оны Курт фон Шлейхер басып озды. Bir жылдан кейін Германия президенті Пол фон Хинденбург нацист қысымымен жеңген фон Шлейхерді қызметінен босатып, оның орнына Гитлерді тағайындады. Бұл тағайындау нацистік көшбасшының барлық үміттерін қамтымады. Өйткені Германия билігі Рейхстаг қолында болды және де олардың өкілеттігін тек қана министрлер кабинетін басқаруды ғана қамтыды. 1,5 жыл ішінде Адольф Гитлер Германия президенті мен Рейхстаг түбіндегі барлық кедергілерді өз жолынан алып тастап, шексіз диктатор бола алды. Осы сәттен бастап елде еврейлер мен сығандарды қысым көрсету басталды. Кәсіподақтар жабылып, Гитлер дәуірі басталды. Өзінің 10 жылдық билігі кезінде адам қанымен толығымен қанығады. 1934 жылы Гитлер Германияға билік жүргізді. Онда бірден нацистік режим басталды. Оның идеологиясы жалғыз дұрыс болды. Германия билеушісі бола отырып, нацистік көшбасшы өзінің шынайы жүзін бірден ашып, ірі саяси әрекеттерді бастады. Ол Вермахтты тез құрып, авиация мен танк күштерімен, сондай-ақ алыс қашықтағы артиллерияны қалыпқа келтірді. Версаль келісіміне қайшы Германия Рейн аймағын, содан кейін Чехословакияны мен Австрияны басып алды. Айтып өтетін жайттардың бірі Холокост және де өлім лагерлері. Адольф Гитлер билікке келуімен Германия, Польша, Австрия өлім лагерлері мен концлагерлері
немістердің бүкіл кешенде құрыла бастады. Олардың алғашқысы 1933 жылы Мюнхен маңында салынды. Мұндай лагерлердің 42 мыңнан астамы болғандығы белгілі болды. Онда миллиондаған адамдарды азаптау астында қайтыс болған екен. Бұл арнайы жабдықталған орталықтар әскери тұтқындарға және де мүгедек әйелдер мен балаларына кіретін жергілікті тұрғындарға және де геноцидтік террорға арналған лагерь еді. Ар жағы тарихи оқиғаға сәйкес өздеріңіз білетіндей екінші дүниежүзілік соғысқа таяу еді. 1939 жылы сәуірде Гитлер Польшаға шабуыл жасау жоспарын бекітеді. Ол сол жылдардың қыркүйегінде жеңілді. Содан кейін немістер Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Люксембург басып алып, Франция майданынан өтті. 1940 жылдың көктемінде Гитлер Греция мен Югославакияны басып алады. Ал 22 маусымда КСРО-ға шабуыл жасайды. Ол кезде КСРО аумағын Иосиф Сталин басқарды. 1943 жылы Қызыл армия немістерге жаппай шабуыл жасады. Соның арқасында 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыс Рейх аумағына кірді. Бұл фюрердің мақсаты күлі көкке ұшқандығының белгісі еді. Жеңілгенін білген неміс диктаторы 1945 жылы 30 сәуірде дүйсенбіде Берлиндегі фюрер бункерде өз қаруымен өзіне қол жұмсайды. Видеомыз соңына дейін таяп қалды. Келесі видеода қандай тарихи дерек немесе тұлға туралы білгіңіз келеді, сол жайлы комментарийға жазып қалдырып кетуіңізге болады. Арнада видео ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош аман сау болыңыздар.